Сәлем достар, бүгін балаларға мүлдем жасауға болмайтын зиянды жаттығуларды көрсететін боламын. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, және де видеоның соңына дейін қараңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Бізде көптеген мамаларда болсын, массажистерде кездесетін үлкен қателіктердің бірі баланы отырғызу мақсатында жасанды пресс качать етеміз, яғни қолын осылай тартамыз, аяғын фиксировать етіп ұстаймыз, осы қалыпта осылай баланы отырғызып тұрғызамыз. Бұны отырғызу үшін және де ішіне пресс качать ету үшін жасалады деп есептейді, алайда бұл балаға өте зиян. Сіз ішіне ешқандай да пресс качать етпейсіз, керісінше оның арқасына және де мойнына үлкен жүктеме түсіресіздер. Бұл кейінірек балада тонустың пайда болуына әкеледі. Тағы бір зиянды жаттығулардың бірі, ол баланы осылай тігінен ұстап, көтеріп, аяғын фиксация жасаймыз да, осылай наклон жасаймыз, жасанды наклон жасап. Бұл кезде бала напрягация етеді, қатты жиырылады, соның салдарынан арқасын, мойнын қатты тікейтіп ұстап алады. Сонда біз қуанамыз, міне баламның арқасы қатайды, өзі ұстап тұр деп. Алайда ол еріксіз жасанды напряжениеге әкеліп тұр. Бұл да үлкен зиян, баланың мойын омыртқасының барлығына зиянын тигізеді. Егер де сіз осы жаттығуды өзіңізге жасап көрсеңіз, мүлде жасай алмас едіңіз. Себебі сіздің аяғыңызды осылай фиксировать етіп, бірден еңкейіп тұра аласыз ба? Әрине жоқ. Алдымен сіз аяғыңыздың арасын былайынан ашамыз, және де наклон жасау үшін міндетті түрде осылай тіземізді бүгеміз. Ал сіз баланың аяғын тасқып біріктірген күйде ұстасаңыз, бұл баланың еріксіз қатты жиыруына алып келеді. Және де тағы бір зиянды жаттығулардың зиян нәрсенің бірі, ол баланы 3 айынан бастап 4-5 айында болсын, аяғынан өзінен тұра алмаса да осылай тұрғызамыз. Ойнату мақсатында секіртеміз. Бір аяғына тұрғызамыз, осылай. Бұның бәрі кейінірек дисплазияның дамуына алып келеді. Балада ұршықбасы дамымаған болып келеді. Таза бедренный сустав дейміз, соған мына ұршығы үлкен кісілерде осылай тиіп тұрады бір-біріне, және де жан-жағында связкалары болады. Ал бір жасқа дейін балада олар толық дамымаған, арасы ашылған болып келеді. Ал сіз оны үнемі осылай секіртіп аяғына тік қойған сайын, оның арасы ашыла береді де, былайларда шығып кетуіне алып келеді. Яғни дисплазия, ТБС дегендер осыдан пайда болады. Кейбір балаларда өздігінен сондай риск болады. Оны емдеу үшін бізде массаж қолданамыз, арнайы өзінің жаттығулары бар. Және де электрофорез алып жатады. Ал мынандай жаттығулар кейін балаға үлкен зиянын келтіреді. Егер де баланы уақыты келіп, егер де кешігіп жатса, қандай да бір гипотонус диагноздары бар болатын болса, онда отырғызу мақсатында біз алдымен оның бүйір жақ бұлшықеттерін дамытуымыз қажет. Оның арнайы жаттығулары бар. Тағы да келесі сабақтарда көрсететін боламын. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Яғни осылайынан бір бүйірмен жұмыс істеп үйретеміз, бір қолымен бір жақ бүйірімен ойыншықты алып үйретеміз. Осылай екі жақты бүйірлерін, бұлшықеттерінің барлығын дамытып, содан кейін ғана отыруға үйрететін боламыз. Оның бәрі негізінен арнайы массаж жаттығулар арқылы жөнделетін нәрсе болып келеді. Сондықтан балаңызға ешқандай да зиянды жаттығуларды жасамаңыздар.